ютубта активім түсіп кетіпті. Не түсірсем екен? Бөлмемде отыра бергенге шаршадым. Оданша бір видео түсірейін. Нормаль дегенге киініп алдым да. Ал мен видеомды бастаймын. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Сымбат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түсіретін видеом әрі тез, әрі оңай. Бұл видеоны бастамастан бұрын лайк басып тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Ал мен видеомды бастаймын. Бүгін біз сендермен бірге овсяная каша жасаймыз. Қазір анам жұмыста, келгенге дейін тамақ жасап қой деді. Бірақ именно қандай тамақ екенін айтқан жоқ. Сондықтан да мен өзім овсяная кашаны дайындайын деп шештім. Бұл бізде овсяныйның хлопьясы міне. Овсянканың хлопьясы. Сіздер хлопьяны осындай, дәл осындай керек емес. Главное, овсяная кашаға керек бұл керек. Мен үлкен табаққа жасап тұрған себебім менің туысқан інілерім және сіңілдерім үйде бар. Сондықтан да оларға да жасау керек. Және де барлық отбасыма дейінді. Сөйтіп, осынша жетеді. Қайнаған суымызды аламыз да осы банка құямыз. Яғни менде бұл 400 грамм, ал бұл менде 750 грамм. Қолымызды күйдірмас үшін әрине осындай қолғап киіп аламыз. Сосын осы банканы ұстаймыз да осының ішіне құямыз қайнаған суды. Овсянкамызға осылай қайнаған суды құйып араластырып, яғни екеуінің мөлшері бірдей болу керек. Осылай араластыратын боламыз. Бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. Достар, егер де сұрақ жауап видеосын күтсеңіздер, комментарияға сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Егер де осы комментария жабық тұрса, алдыңғы видеолардың комментариясына сұрақ жасаңыздар, мен сіздердікіне міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал мен видеомды жалғастырамын. Овсяная кашамыз сумен бірге тұра тұрғанға дейін сүтімізді қайнатып аламыз. Сүтті де осы банкамен бірге құямыз. Біздің овсяная кашамызбен су 5-10 минут тұрды. Содан кейін оның үстіне қайнаған сүтті құямыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін, осы овсяная кашамыз тәтті болсын десеңіздер, көбірек қант салыңыздар. Мен 4-5 үлкен қасықтан салдым. Міндетті түрде дәмін көруді ұмытпаңыздар. Барлығын қант салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Содан кейін жарты қасықты қосамыз, жақсылап араластырамыз. Содан кейін осының барлығын араластырып болғаннан кейін біз бұны газға қоямыз. Жақсылап араластырамыз, әйтпесе асты жабысып қалады. Үнемі араластырып тұрамыз, тоқтамай. Содан кейін арасына май қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Біз май қостық, себебі біз солай барлық кашаны жасаймыз. Осылай газды кішкене астын басып қоямыз да араластырамыз. Арасында дәмін көруді ұмытпаймыз, себебі тұзы немесе қанты аз болып қалуы мүмкін. Кішкене сұйығырақ болу үшін сіздер сүтті қоссаңыздар болады. Сонымен біздің осындай аппетитный, өте дәмді овсяная кашамыз дайын болады. Дәмін көрсеңіздер, өте керемет. Диета ұстап жүрген адамдарға тиімді. Сіздер де менімен жасап, жеп отырсаңыздар ас болсын.
Ал осымен видеом аяқталды. Бұл видеоны салайық басып комментарий жазыңыздар. Всем пока.